Достар, барлықтарыңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Және де бүгінгі видео өте қызықты челлендж болады. Жаз айындағы бірінші челлендж. Ол 24 сағат смайликпен тамақтанамын деп аталады. Яғни шартын түсіндіріп кетейін. Мен қазір көзімді жұмып смайликтер таңдаймын. Сол смайликтер арқылы тамақтанатын боламын. Сізге егер түсініксіз болса, видео барысында түсінікті болып кетеді. Видеоны аяғына дейін көріп, арнама лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ал енді біз видеоны бастаймыз. Осылай заттарды таңдап алдым. Енді менде шыны керек бір телефон болғандықтан мен осы телефонмен камераға түсіріп, и запись экранымен смайликтер таңдадым. Енді егер мен көзімді ашып таңдасам, шыны керек ылғи тәтті заттар таңдап алар дедім. Бірақ та болмайды, ойын шартына сәйкес таңдадым. Сол үшін де көріп кетіңіздер. Ал енді біз бастаймыз. Мен даусым дұрыс шықпай жатса кешірім сұраймын, мен тамағым ауырып тұр. Заттарды осы жерге қоятын боламын. Менде 2 зат таңдалды. 3-ші зат осындай яшкино вафлима сондай зат таңдадым. Қазір енді барынша алатын боламыз заттарды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізде 6 зат болады. Және тәтті заттар түскенін қаламаймын, шыны керек. Бірақ 4-ші зат бізде шоколад болды, тәтті. Енді бізде 6 зат, енді 2 зат қалды. Негізі 5 зат қылғамын, бірақ та 1 зат қостым жанына. Және помидор. Помидор мен жасыл нен алтысы негізі күшті болады, бірақ болмайды. Ең соңғы зат сок. 2000 years later. Мен дүкенге қарай шықтым. Қазір супермаркетке барып, керек заттарды алатын боламыз. Помидорлар Яғда бір помидор аламыз. Бір помидор. Жасыл періс бар біреу. И бір банан аламыз. Вот такой. Заттар осындай ұқсайтын сок смайликке көгілдір түсті. Вот 175 теңге. Екіншісі бізде барни яшкино барлық жерде жоқ. Орнына заменге алдым. Үшіншісі помидор. Вот. Бірақ таладым, себебі боса кеткен екен. Шоколад көп алмадым, себебі мен тамағым ауырып тұр. Вот. И банан. Банан да қырая бастапты барлық жерде. И бізде жасыл періс. Достар, сіздер көріп болсаңыздар, біз енді керемет заттарды жейтін боламыз бізбен бірге. Сіздермен бірге. Қазір мен тамағым ауырып тұр, так что сөздер дұрыс айтпай жатсам, немесе даусым дұрыс шықпай қалса, сіздерге алдын ала ескертіп қояйын. Так что кешіріммен қараңыздар. Енді кеттік. Мен ең алдымен негізі тәтті жеуге көп жеуге болмайды. Мен негізі яшкиноның орнына таппадым. Яшкиноны 2 дүкеннен іздедім, сол үшін де осындай барни ала салдым. Так что мен негізі қазір бананнан бастағым. Қазір бірінші зат бізде банан. Әдеттегі очередь бойынша бастайық. Банан бізде еріп кетті. Кетті деген ол. Біріңізге бірден аласаңыздар болады. Өздеріңіз көргенде енді екінші зат. Бана жасыл періс пен помидор аяғына қалдырдым. Олар енді онша тәтті емес. Бірінші тәттілерден бастайық. Осындай барни яшкиноның орнына. Шыны керек, яшкино вообще жоқ болғанда таң қалдым. Милок. Жегім деймін де бірақ. Жеп болдым. Яғни барниді. Енді үшінші зат бізде сок. Қарасаңыздар өте қатты ұқсайды, көгілдір түсті, бірақ та шыны керек, ондай соктарды табудың өзі қазір қиын болып кетті. Бұрын 100 теңге тұратын, қазір 175 теңге тұрады екен. Бәрін ішеміз ба, көреміз. Мынау сок бір дәмі тәтті, бірақ қандай дәмі екенін түсіндіре алмаймын. Бір шабдалының дәмі шығатын сияқты. Келесі зат бізде шоколад, қазақстанымыз келіп. Ең соңғы тәтті зат, содан кейін 2 ашты зат бар. Шыны керек, мен осындай тамақ
Аны былай камераға бірінші түсіріп тұрған шығармын. Жоқ, екінші рет асмырдан кейін қателеспесем, или үшінші рет сондай. Бірақ камераға жеген асмырды бір түрлі да, былай ішін жеген тәтті. Сондықтан өз-өзімді көріп отырмын да. Мен шоколад көп жемеймін, потому что мен тамағым барып тұр, тағы да айтамын. Күшейіп негіз бауыр тәтті жеп отырмын, байқап тұрсаңыздар. Артық жей алмаймын, себебі тәтті болып кетті барлығы. Маған тәттіден кейін кішкене соқ ішпесе болмай тұр. Мысалы бізде помидор қалды, ал қазір мен перес жейтін боламын. Мына пересті мен жуып тазалап алып келдім, арнайы видеоға. Вот так. Ана видеодағыдай жеймін деп па. Мына жағынан жеймін, мына жағынан. Аны бәрін жеп шарт емес шығар. Сол үшін кішкене жейміз. Шыны керек, мына перестердің дәмі ұнамайды. Жасыл перес тәтті болу керек, мұнан дәм білмеймін. Дәм вообще жаман болу. Болды, толықтай жемедім, кішкенесін ғана жедім. Себебі мынаған дәм расымен де жаман. Тәтті перестердікі болады ғой, тәтті соларды жеймін деп ойлағанмын ғой. Мынаның дәмі мен күткендей болмады. Дәм очень аз екен. Бірақ мен жартысын жедім видео үшін. Енді ең соңғысы помидор болды. Так, енді бізде помидор қалды. Мына помидор бізде кішкене боза кетті, барлық помидорлар енді нормальмен алуға тырыстым. Енді негіз кесіп жеу керек, бірақ смайликте дәл осылай тұр. Дәл смайликтегідей жеп жатырық деп бар. Көрейік. Мына помидорның дәмі очень емес, сол үшін бәрін жемеймін. Бірақ барынша тырыстым. Кесіп жесең тәтті. Ал былай жесең бір түрлі екен. Достар, осымен мен видеом аяқталды. Арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және осы жазға дейін 500 подписчикке жетейік. Мен қызықты челленджі түсіретін боламын. Сіздерге барынша активный болуға тырысып жатырмын. Және сіздер мен жақынырақ білгілеріңіз келсе, Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Қызықты асмыр челлендждерде сол жақта бар. Түсіретін боламын сіздерге. Сол үшін де мен сіздерді жақсы көремін. Осы видео ұнады деп ойлаймын. Барлықтарыңызға пока.